Жетілақ ертегісі. Ертеде бір ешкі мен оның жетілақ баласы болыпты. Бір күні ешкі тамақ іздеумен орманға кетіп, лақтарына: "Есікті ешкімге ашпаңдар, қасқыр алдап кіруі мүмкін" деп ескертеді. Қасқыр келіп лақтарды алдайды. Алғашында лақтар оның даусынан қорқып, есік ашпайды. Бірақ қасқыр даусын жуас етіп, аяғын ақ ұнға малып, ешкіге ұқсас алады. Лақтар алданып есікті ашады. Қасқыр алтауын жеп қойып, біреуі ғана тығылып аман қалады. Кешке ешкі келіп, болған жайтты біліп, жылап қалады. Аман қалған лақ пен қасқырды іздеп табады. Қасқыр ұйықтап жатқанда, оның ішін жарып, лақтарын аман есен шығарып алады. Қарнына тас салып, қайта тігіп қояды. Қасқыр оянып тұрса, ауырлықтан өзенге құлап, суға батып кетеді.